Сәлеметсіңдер көпшілік. Бүгін біз акция дегеніміз не, акцияны не үшін ойлап тапты, және ең маңыздысы, акция арқылы қалай ақша табамыз, соны айтатын боламыз. Сонымен, акция дегеніміз не? Қараңыздар, бұдан артық нақты, бұдан артық дәл түсіндіруге келмейді. Акция дегеніміз бизнестің үлесі. Акция дегеніміз бизнестің үлесі. Тек қана екі ауыз сөз. Акция дегеніміз бизнестің үлесі. Акцияны сатып алу арқылы біз қандай да бір бизнестің кішкентай бөлшегін сатып аламыз. Сондай-ақ біз акцияны сатып алғанда акцияны сатып алмаймыз. Қандай да бір бизнестің кішкентай бөлшегін сатып аламыз. Қараңыз, Google-ге басып қалайық. Что такое акция деп. Википедия шығады. Акция. Акционерлік қоғамды немесе кәсіпорынды дамытуға қаржы салғанын куәландыратын және оның иесіне акционерлік қоғам пайдасының бір бөлігін дивиденд түрінде алуына құқық беретін құнды қағаз. Ұзын бір түсініксіз сөйлем екен, аяғын оқып болғанша басын ұмытып қалатын. Бұлай қиындастырудың ешқандай қажеті жоқ, достар. Оқып алдыңыз ба, есіңізде қалса қалсын, қалмаса оқасы жоқ. Мақсатымыз кәсіби деңгейдегі бір экономист немесе финансист болу емес қой. Мақсатымыз капиталды қалай құру, соны үйрену. Құнды қағаз деп қояды, ол өткен ғасырда болған. Бұл 21 ғасыр. 21 ғасырда акция сатып алсаңыз, қолыңызға ешқандай қағаз бермейді. Бұл тек қана компьютердегі цифр қазіргі күнде. Бұлардың бәрі қарапайым түсінікті заттар ағылшын тілінде. Акция, облигация, ETF деген бұл бізге басқаша атау, күрделі зат сияқты көрінеді. Ағылшынша акцияны не дейді? Share дейді. Оны баспалдап аударсаңыз, үлес деген мағына. Уже атауынан кеп шығып тұр. Бізде акция деп атаған екен, акция деп жаттап аламыз. Бірақ түсінетініміз, акция дегеніміз қандай да бір бизнестің кішкентай үлесі, акцияны сатып алу, ол сол бизнестің кішкентай үлесін сатып алу. Бірінші этапта осыны білу жеткілікті. Менің мақсатым да осы, бұларды бір күрделі тілмен жеткізу емес, түсініксіз. Бүгін естісең ертең ұмытып қалатындай. Керісінше қарапайым түсінікті тілмен нақты жеткізу. Сондықтан достар, дәл қазір видеоға лайк басып, арнамызға жазылмаған болсаңыздар жазылып, қолдау көрсетіп қойыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздер үшін 1-2 секунд уақыт, бұл менің арнам үшін үлкен қолдау болады. Ендеше ары қарай кеттік. Акцияны не үшін ойлап тапты? Компаниялар не үшін акциялар шығарады? Яғни өзінің үлесін не үшін сатып береді? Бұл да қарапайым. Мақсат бизнеске қосымша қаржы тарту. Яғни өз бизнесінің мәлім бір үлесін акция ретінде басқа инвесторларға сатып береді, ал одан түскен ақшаны бизнесті немесе компанияны дамытуға, тіпті де кеңейтуге пайдаланады. Ал инвесторлар не үшін акция сатып алады? Әрине пайда табу үшін, құр босқа сатып алмайды. Мысалға келтірсек, қандай да бір адам немесе қандай да бір команда бірнеше адамнан құралған бизнесті нөлден бастап құрады, бизнесі сәтті жүрді, бизнес модель қалыптасты, компанияны бренд ретінде бүкіл нарыққа танымал қылды, оның тауарына үнемі сұраныс бар. Ары қарай не істеу керек? Тек қана бизнесті дамыту керек. Мысалға, товардың санын арттыру керек, немесе 100 точкасы болса, оны 1000 точка қылу керек. Ол үшін тек қана қаржы жеткіліксіз. Қаржыны қалай тартады? Тиімді түрде қаржы тарту үшін өзінің компаниясын ашық акционерлік қоғам ретінде жариялап, биржаға тізімдейді. Биржаға қалай тізімделеді? Екі түрлі әдісі бар. Тікелей листинг немесе IPO. Бұл туралы бөлек видеода айтатын боламыз. Маңыздысы, компанияның акциясын биржаға тізімдейді және оны сатуға шығарады. Жалпы инвесторларға, жалпы әрбір адамдарға. Мысал ретінде биржаға компания тіркелген кезде аудит жағынан, жаңа тексеріс жағынан компания $1 миллион бағаланды дейік. Компанияның иелері шешім шығару арқылы 10 000 акция босатылды. 10 000 акция 10 000-ға бөлінді, 1 миллион тұратын компания. Демек, бір акциясының құны қанша болады? $100 болады. Биржаға тізімделіп алғаш IPO жариялаған кезде. Сол 10 000 акцияның 30%-ын, 40%-ын немесе 50%-ын еркін сатылымға шығарсын. Бұл компанияға көз түскен акционерлер, инвесторлар, немесе қорлар әртүрлі деңгейдегі компанияның акциясын сатып ала бастайды $100 деген бағамен. Нәтижесінде компания мәлім бір мөлшерде қосымша қаражат жинақтайды. Бұл ақша тиімді пайдаланса, менеджерлер жағынан тиімді істетілсе, компанияның товарын, яғни қызметін жақсартуға,
Компанияда жалпы тиімді менеджмент болса, компания одан ары қарай дамиды. Товарының саны артады, өндіретін, немесе точкасының саны артады. Ол кезде қандай болады? Ол кезде басқа инвесторлардың көзі түседі. Компания өсіп жатыр, компанияда жақсы менеджмент, компанияда болашағы бар, сізден кейін тағы да сатып алатын болады. Бірақ ол кезде уже баға $100 емес, $102, $103, $105, $110. Қаншалық сұраныс артады компанияның акциясына деген, баға соншалықты көтеріле береді. Нәтижесінде бір акцияны $100 деген бағамен сатып алған инвесторлар мәлім бір пайда көреді. Оның $100 тұратын акциясының құны қазір биржада нарықтағы бағамен $110, $115, тіпті $120 тұруы мүмкін. Пайда табу үшін әрине акцияны міндетті түрде бірінші болып сатып алу міндет емес, яғни IPO-ға қатысу. Кейінде сатып алсаңыз болады, өйткені компанияның мүмкіндігі шектеусіз. Кейін келген инвесторлардың ақшасын олар тағы да пайдаланады, тағы да дамиды. Одан 10 есе, 15 есе, 20 есе, тіпті 100 есе дамуы мүмкін компания. Нәтижесінде акцияның құны да 100 есе өседі. Міне осындай схемада жұмыс жасайды, қарапайым тілмен айтқанда. Ендеше акцияны сатып алып керек па? Әрине керек. Осындай пайдалы актив болса, сіздің капиталыңыздың өсуіне алып келетін, сізге пайда әкелетін, не үшін сатып алмасқа? Акция ол сіздің капиталыңызды құрайтын негізгі активтердің бірі болу керек. Жұрттар жаңадан iPhone сатып алып жатса, сіз Apple-дың акциясын сатып алыңыз. Жұрттар жаңадан салоннан кредитке машина сатып алып жатса, сіз Tesla-ның акциясын сатып алыңыз. General Motors-тың акциясын сатып алыңыз. Ford, Toyota-ның акциясын сатып алыңыз. Және де сізге кеп машинасын мақтанып көрсетсе, вот молодец, көбірек машина сатып алыңдар. Өйткені мен бұл компанияның акционерімін. Сіздер, яғни тұтынушылар, машинаны көптеп кредитке алу арқылы компанияға қазір пайда әкеліп жатсыңдар. Енді мен сатып алған акцияның құны өсетін болады. Немесе жаңадан әр жылы iPhone сатып алатын адамдарға айтыңыз. Молодец, ублюдки, көбірек сатып алыңыздар iPhone-ды. iPhone-ды сатып алу арқылы сіздер маған пайда әкеліп жатырсыздар. Бұл шынымен де сондай. Әрине миллионер болу, үлкен бір бизнесті құрып шығу кез келген адамның қолынан келмейді. Бірақ қандай да бір бизнестің мәлім бір үлесін сатып алу кез келген адамның қолынан келеді. Не арқылы? Акцияны сатып алу арқылы. Маңызды емес, бір компанияның бір ғана акциясын сатып алдыңыз ба, жоқ әлде 100 мыңдаған акциясын сатып алдыңыз ба? Бір акциясын сатып алсаңыз да, 100 мың акциясын сатып алған акционердің құқығы мен сіздің құқығыңыз бірдей. Өйткені акция өссе, бәріне бірдей өседі, құласа, бәріне бірдей құлайды. Сондықтан қазірден бастап жеке финансыңызды дұрыс басқаруға, айлық жалақыңыздың бәрін құртып тастамауға тырысыңыз. Кемінде 20%-ын, 30% болса тіпті де жақсы. Үнемі жинап отырыңыз. Финансовая подушка дейді. Оған активтер сатып алып отырыңыз. Акциялар, ETF-тер, алтындар. Мүмкін 1 жыл ішінде, 2 жыл ішінде капиталыңыздың өскені көзіңізге көрінбес. Бірақ 10 жылдан кейін сіз міндетті түрде өзіңіз рахмет айтатын боласыз. Әрине араларыңызда өте бір бай кісілер, ақша жағынан қатты бір қамтамасыз етілген адамдар болуы мүмкін. Олар әрине жұмсай берсін, тұтына берсін. Олардың әрбір шығыны екінші бір бизнестің, екінші бір адамның кірісі. Бірақ біздің басым көпшілігіміз қарапайым адамдармыз ғой, сіздер мен біз сияқты. Мәлім бір компанияда жұмыс жасайтын, жалақы алатын, бір айлықтан бір айлыққа дейін әрең өмір сүріп жүрген, басында кредит бар дегендей. Онда бүгіннен бастап капиталыңызды құрыңыз. Неден бастаңыз? Қарапайым акцияны сатып алудан бастаңыз. Мүмкін $100 болса да, $200 болса да ай сайын. Бұл жинала келе, мәлім бір уақыт өткеннен кейін үлкен капиталдың құрылуына әкеліп соғады. Сол кезде сіз қатты бір миллионер болып кетпесеңіз де, мүмкін қандай да бір затты сатып алудан, ресторанда тамақтанудан, жақсы киімдер киюден өзіңізге өзіңіз отказ бермейтін боласыз. Бұл бір құмар ойын емес, казино емес. $100 салдың бүгін, бір айдан кейін немесе 2 айдан кейін $200 алып шығып кеттің. Жоқ, бұл сіздің өмірлік дағдыңызға айналу керек. Сіздің өмір сүру стиліңізге айналу керек. Тек солай істегенде ғана ақша сізге жұмыс істейтін болады. Ал керісінше болса, сіз ақшаның құлы болып кетесіз өмір бойы. Жарайды, тақырыптан азырақ ауытқыдық. Қысқасы, акцияны қалай сатып аламыз? Ол үшін брокерлік шот ашамыз. Қандай да бір брокерлік фирманы талдап аламыз. И сол компанияда, сол брокерлік фирмада брокерлік шот ашамыз. Яғни акцияны сатып алу үшін ақшамызды көтеріп биржаға бармаймыз, дүкенге зат сатып алуға барған сияқты. Қандай да бір брокерлік компания арқылы сатып аламыз. Брокерлік компания ол биржа және инвестор арасындағы посредник деп түсінсеңіздер болды. Қандай брокерлік компаниялар бар? Көп. Халық Финанс, Қазпошта, PCC Investment, бұл Банк Центр Кредит Инвестмент. Сосын Freedom Finance, барлық жерде рекламасы жүріп жатқан.
және де американдық брокерлік компания қазақстандықтарға без проблем брокерлік счет ашып береді онлайн сайт арқылы. Interactive Brokers. Жеке менің өз басым Freedom Finance және Interactive Brokers, сосын ресейлік Kit Finance. Осы үш брокерлік компанияны пайдаланамын қызметін. Керек болса осы видеоның астындағы түсініктемеге сол брокерлік компаниялардың сілтемелерін жазып қоямын. Сіздер сайтына өтіп танысып көрсеңіздер болады. Бұл ешқандай реклама емес. Бұл күндері брокерлік счетты ашу өте жылдам, өте оңай. Өйткені көбісі сайт арқылы жұмыс жасайды. Сізден талап етілетіні сіздің төлқұжатыңыз, телефон номеріңіз және электронды почтаңыз. Брокерлік компанияның сайтына өтесіз, регистрацияны басасыз, кәдімгідей әлеуметтік желіде тіркелген сияқты. Анкетаңызды толтырасыз, өтінішіңізді жібересіз. Мәлім уақыттан кейін сізге брокерлік компания хабарласады. Тікелей қоңырау шалуы мүмкін, электронды почтаңызға хат жіберуі мүмкін. Ары қарай брокермен жұмыс жасай бересіз. Брокерлік счет ашылғаннан кейін сізге логин беріледі. Сіз сол логин арқылы сол брокерлік компанияның терминалына логин және парольді басу арқылы счетыңызға кіресіз. Терминал дегеніміз акцияларды, тағы басқа активтерді сатып алуға арналған площадка. Ол бір сайт деп түсінсеңіздер болды. Кейбір брокерлік компаниялардың терминалын бөлек программа ретінде компьютерға қондыруға тура келеді, ал кейбір брокерлік компаниялардың терминалын браузер арқылы пайдалана беруге болады. Оның үстіне мобильді қосымшалар бар. Мобильді қосымша арқылы да акцияны оп-оңай сатып ала беруге болады. Өткен видеода мен сіздерге жеке портфелімнің біреуін көрсеткен болатынмын, Freedom Finance'тағы счетымды. Сол көрсеткен терминалдың аты TraderNet деп аталады. Егер оны көрмеген болсаңыздар, көріңіздер, қазір подсказка болады мына жақта. Терминалға кіргеннен кейін не істейміз? Терминалдың ішіндегі поисковикке өзіміздің сатып алғымыз келген компанияның атын тереміз. Мысалға Microsoft, Қазақтелеком, Apple деген сияқты. Егер сіз тіркелген брокердің сіздің сатып алғыңыз келген компанияның акциясы саудаланатын биржаға доступы болса, тізімде міндетті түрде ол акция шығады. Немесе компанияның толықтай атын емес, тикерді бассаңыз да болады. Тикер дегеніміз не? Тикер дегеніміз ол биржада саудаланатын кез келген активтің қысқаша коды, қысқаша атауы. Әрине достар, бәрін қысқаша айтып жатырмын. Бұл туралы бір емес бірнеше видеолар шығаратын болады. Жаңағы Interactive Brokers, Freedom Finance, солардың терминалдарын істету арқылы қалай акция сатып аламын, оны скрин жасап, запись жасап сіздерге көрсететін боламын. Компьютерде де, мобильный приложение, мобильді қосымша арқылы да қалай сатып алуға болады, оның бәрін сіздерге болашақта көрсететін боламын. Бүгінгі видеоның тақырыбы акция дегеніміз не? Сәйкесінше акция дегеніміз не? Сол тақырыпты ашу болған. Акция дегеніміз қандай да бір бизнестің үлесі, акцияны сатып алу, сол бизнестің кішкентай бөлшегін сатып алу. Бүгінге білетініміз осы. Бұл видео сіздерге бір қандай да бір пайдасын тигізген болса, жақсы әсер қалдырса, әрине лайк басып, арнамызға жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Пікірлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, оны комментарийға жазыңыздар. Міндетті түрде бәріне жауап беремін. Ендеше келесі видеода кезіккенше. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.